Жоланов Сайлаухан Есболатұлы 1979 жылы 4 наурызда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қожамберді ауылында дүниеге келген. 1996 жылы Қожамберді ауылдық жалпы орта мектебін бітіріп, 1999-2001 жылдары Қапшағай қаласында әскери борышын өтейді. 2003-2008 жылдар аралығында Түркістан қаласындағы Қазақстан-Ресей университетін филология мамандығы бойынша тәмамдап шығады. 2006 жылы Түркістан қаласында өткен қалалық көркемсөз оқу шеберлерінің байқауында бас жүлдені, 2007 жылы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде өткен рухты өлеңдер мүшәйрасында тағы да бас жүлдені иемденді. 2008 жылы Оралхан Бөкей атындағы облыстық көркемсөз оқу шеберлерінің байқауында бірінші орынға ие болды. 2009 жылы мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту, тіл мәдениетін көтеру, шешендік өнерді насихаттау мақсатында облыстық «Қанекей тілім сөйлеш» атты байқауға қатысып, арнайы алғыс хатқа ие болды. Сайлаухан Жоланов Түркістан қаласында өткізіліп жатқан мәдени шараларға белсене араласып, мүмкіндігі шектеулі балалардың үлкен сахнадан және болашақ жас ақындардың биіктен көрінуіне атсалысуда. 2008 жылдың қыркүйек айынан бастап Түркістан қалалық мәдениет үйінің әдіскері болып еңбек жолын бастаған. 2009 жылдан бастап Қазақстанның 30 жылдығы ауылдық клубында режиссер болып қызмет атқаруда. 2012 жылы сәуір айында құрмет орденінің иегері атанды. Түркістан қаласының құрметті азаматы, ақын, жазушы, драматург Елтай Бимағамбетұлының 80 жылдық мерейтойына байланысты өткен облыстық жазба ақындар мүшәйрасында жүлделі 3-ші орынды иеленді. 2008 жылдан бастап Түркістан, Кентау, Сауран қалаларының мәдениет саласында қызмет атқарып келеді. Көркемсөз оқу шебері, еселі еңбегі үшін ел қалаулысы төс белгілерімен марапатталған. Түркістан облысының жыл шайыры 2020 атағын иеленген. Облыстық Ақ бата байқауында зерделі бата номинациясы бойынша бас жүлденің иегері атанған. Қазақстан жазушылар одағының, әлем халықтары жазушылар одағының мүшесі, Шыңғыс Айтматов атындағы және тарихта қалған сығанақ атты халықаралық жыр мүшәйраларының жүлдегері. Дала мектебі, Ақпанда адасқан қыз, дастандар мен поэмалар атты кітаптары жарық көрген.